Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай қатты, әдемі және де пайдалы үй жағдайында жасалынатын ірімшікті бірге жасаймыз. Ең алдымен бізге сүт және творог қажет болады. Сүтімізді піскен жер ысытып, қатты ысытып аламыз, қайнамауы тиіс. Сосын оның үстіне творогымызды саламыз. Отта 5 минуттай қайнатамыз, араластырып отыруды ұмытпаңыздар. Осылай сарысуы бөлініп шығуы қажет. Сүзгіміздің үстіне марлы қойып алып, жаңа қайнаған творогымызды үстіне құямыз. Бетін жауып қойып, 5-10 минутқа қалдырамыз сарысуының бәрі шығып кету үшін. Дайын болған творогымызды ыдысымызға салып аламын. Жарты шай қасық сода, жарты шай қасық тұзымызды саламыз. Май қосамыз және жұмыртқа қосамыз. Егер сіз майлы болған қаламасаңыз, майын аздау қоссаңыз болады, немесе қоспасаңыз да болады. Енді су буында жақсылап араластыра отырып, творогымызды ерітеміз. Араластырып отыруды ұмытпау қажет. Соданы міндетті түрде қосу қажет, өйткені сода творогымыздың еруіне әсер етеді. Ірімшігіміз осылай жайлап ери бастайды. Тек араластырып отыруды ұмытпаңыздар. Осылай жақсы ерігенде үстіне дәмдеуіштеріңіз қоссаңыздар болады. Мен үстіне укробымды қостым. Немесе петрушка, тағы да өзіңіз қалаған паприка, не қосасыз өзіңіз қалаған затты қоссаңыз болады. Барлығын біркелкі араластырып аламыз. Міне енді дайын болған ірімшігімізді ыдысқа саламыз. Қатты басып отырып салу қажет. Енді бетін жауып салқын жерге қоямыз, сосын барып суығаннан кейін холодильникке қоямыз. Ол 1-2 сағатты қажет етеді. Каналымның дамуына үлес қосқыларыңыз келсе, подписаться батырмасын басып, лайк баса кетіңіздер. Менің үй жағдайында жасалған ірімшігім дайын. Ол қатты, өте дәмді болып пісті. Дүкендікіне қарағанда өте қолжетімді және де пайдалырақ болып келеді бұл ірімшік. Жасап жатсаңыздар ас болсын.